Ассаламу алейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге Казмед School каналы. Бүгінгі видеомыз артериялық қан қысымын қалай дұрыс өлшеу жөнінде болмақ. Оны біз Короткова әдісімен өлшейтін боламыз. Оған керек заттар тонометр және стетоскоп. Артериялық қан қысымының қалыпты өлшемі систолығы 129-ға дейін, ал диастолығы 89-ға дейін. Артериялық қан қысымын өлшеу үшін науқастың отырған немесе жатқан қалпында және науқасты 10-15 минут тыныққан жағдайында өлшеуіміз тиіс. Науқастың денесі босаңсыған, қолдары төмен түсірілген жағдайда өлшенеді. Науқастың артериялық қан қысымын өлшейтін қолы жүрек тұсына жақын болу үшін қол астына тіреуіш зат қойылады. Қан қысымы иық артериясынан өлшенетін болғандықтан, біз манжетті науқастың иығына шынтақ буынынан 1-2 см жоғары қоямыз. Манжетті қолға бекітіп болғаннан соң, өзімізге ыңғайлы болу үшін сандық көрсеткішті манжеттің жоғарғы қырына іліп қоямыз. Және манжет пен иықтың арасындағы кеңістік бір саусақ сиятындай болуы қажет. Стетоскоптың құлаққа арналған жағын құлағымызға киіп, ал екінші жағымен шынтақтан 1-2 см ішке қарай орналастырып қоямыз. Науқастың артериялық қан қысымы неше сынап бағанасына дейін жоғарылағанын науқастан сұраймыз. Егер науқас білмейтін болса, рабочий давлениясын сұраймыз. Одан 20-30 мм жоғары манжетке ауа үрлейміз. Мысалы, науқастың рабочий давлениясы 120-80 болатын болса, біз манжетке 150 сынап бағанасына дейін ауа үрлейміз. Ауа жіберу арқылы құлаққа естілетін алғашқы және соңғы қатты дыбыс артериялық қан қысымының деңгейі болып есептеледі. Белгілі бір себептермен стетоскоп немесе фонендоскоп болмаса, тек тонометрдің өзімен де өлшеуге болады. Дәл жаңағындай науқастың өлшенетін қол астына тірегіш зат қойып аламыз. Манжетті білекке, яғни шынтақ шұңқырынан 1-2 см жоғары бекітеміз. Сандық көрсеткішті өзімізге ыңғайлы болу үшін манжеттің жоғарғы қырына ілеміз. Манжет пен иықтың арасындағы кеңістік бір саусақ сиятындай болуы тиіс. Науқастың артериялық қан қысымы нешеге дейін жоғары көтерілгенін немесе рабочий давлениясын сұрап аламыз. Бір қолымызбен науқастың білезік буынынан пульсацияны анықтаймыз, ал екінші қолымызбен ауа үрлегішпен манжетке ауа үрлей бастаймыз. Пульсация жоғалғанға дейін. Пульсация жоғалғаннан кейін ауа үрлегіштен ауаны секундына 3-4 мм сынап бағанасына дейін жібере бастаймыз. Тәжірибелік дәрігерлер секундына 10 мм сынап бағанасына дейін ауа жібере бастайды, яғни жылдамырақ. Ауа үрлегіштен ауаны жібере бастағаныңызда белгілі бір уақыттардан кейін қолыңызда пульсация сезіле бастайды. Бірінші сезілген пульсация ол науқастың систолық артериялық қан қысымын көрсетеді, ал 5-ші сезілген пульсация ол науқастың диастолық артериялық қан қысымын көрсетеді. Бұл әдіс артериялық қан қысымын пульс арқылы анықтау.